Саламатсыздар ма? Менің есімім Конурбаев Ермек Мұхтарұлы. Мен New Format High School мектебінің математика пәні мұғалімімін. Еңбек өтілім 8 жыл. Қазіргі таңдағы санатын педагог сарапшы, математикалық дәреже математика ғылымдарының магистрі. Бүгін 19 ақпан күні сіздермен бірге 11 А сыныбына сфера және шар оның элементтері, сфера бетінің ауданы тақырыбы өтетін боламыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Отырыңыздар. 11 А сыныбы бүгін бізде кім жоқ? Сыныпта Батырхан мен Әділет жоқ. Батырхан және Әділет. Жақсы, екі оқушы. Бүгін тақырыбымыз біздің сфера және шар және олардың элементтері, сфера бетінің ауданы. Жалпы оқу мақсатымыз екі мақсатта жұмыс жасаймыз бүгін. Сфера шардың анықтамаларын біліп, жазықтықтар кескіндейді. Екіншісі сфера бетінің ауданын табуға есептер шығаратын боламыз. Сабағымызды бастамай тұрып, оқушылар бір мынандай сөзді алып кетейік. Өнерлі адам әрдайым ізденеді, талпынып жұмыс істейді. Математика сабағы да өнер сияқты. Талпынып, шығармашылықпен шешкен адам өрге жетеді дейді. Яғни, қандай да бір мақсатты қойып, алға соған біз талпынып, соны шешуіміз қажет. Енді келесі кезекте оқушылар, біз бүгін үй жұмысын тексеріп жіберсек, қазір үй жұмысын Претер әдісі бойынша шешетін боламыз, яғни тексеретін боламыз. Әркім өз жағындағы оқушының, яғни жұбын қасында отырған оқушыларды үй жұмыстарын тексерсеңіздер болады. Мына жерге біздер қазір мына жерде бассақ, жауабы шығады оқушылар қарай. Жауабы шықты. Осы жауап бойынша қазір барлықтарыңыз тездетіп, қасыңыздағы көршілеріңіздің жауаптарын тексеріп шығарып қойыңыздар және жауапты дұрыс деп жазсаңыздар. Қасына болды ба оқушылар тексеріп? Жақсы. Ондай болатын болса, бүгінгі сабақта біз мынадай мәселелерді қарастырамыз. Біріншісі, яғни бүкіл шар сфераға қатысты анықтамалармен жұмыс жасаймыз. Есептеулер, яғни қандай да бір сфераның бетінің ауданын табуға есептер жүргіземіз, немесе қандай да бір қималардың ауданын табуға, жанамалардың ауданын табуға сәйкесінше. Енді кескіндеу дейді. Яғни біз оны кескіндеп, қималарға сәйкес есептейтін боламыз. Және де қазір біз осында барлық оқушыларды үш топқа бөліп беріп тұр. Топқа бөлу үшін мына жерге келе қойса, топқа бөлу енді үлкен сапарға мықты команда серік болады дейді. Сондықтан бір-бірлерімізді жеке жұмыс жасайтын кезіміз бар. Сол кезде жақсы жұмыс атқара білейік. Енді оқушылар былай істесек, келіңіздер бір-бірлер қазір келіп таңдап басып кете қойсаңыздар. Келіңіздер. Мынау бізде бірінші топ, анау екінші топ, анау үшінші топ. Басып. Энтер бассаң жетіп кетті. Бірінші топ, яғни өз тобында отыра бересің. Біреуін ала ғой. Кет. Келесі адам. Мына топтан жалғастыра беріп келейік. Келе, кіші бас. Тез. Мына жерде тұрған тобың ашылады қазір сенің. Хорошо, молодец. Екінші топ, анда отырасың. Даттарында барып сұрау сол жаққа отырсақ болады. Келесі. Тез келейік барып. Сіздерге тәттілер, күндеріңіз сәтті өтсін, сол мақсатта. Үшінші топ деген мына тобымыз біздің. Топ басшы қойыңыздар. Қазір мен сіздерге мынадай бағалау парағын беретін боламын. Қарай оқушылар, мында барлығымыз. Мында бағалау парағы бар. Топ басшы топтың атауын жазсын. Осында топтың атауын жазып қойсын ең үстіне және топтағы оқушыларды. Және сәйкесінше қазір тапсырмаларды орындайтын боламыз. Әр тапсырмаға сәйкес өзінің балы бар. Және яғни мысал үшін мында Мади орындады бірінші тапсырмада плюс.
Түсінікті ғой, 2 балын алдық. Дәл солай біз бүгін жалпы 10 балымызды алуға тырысамыз. Түсінікті ғой? Жақсы, мынау бізде 3-ші тобымыз. Аттарыңызды өздеріңіз қойсаңыздар болады, немесе мана біздің айтқан 3 топқа бөлсек болады. Яғни біз мана мен бірінші топты бөлген кезде былай бөлдім, қарай. Бірінші анықтамалар тобы деп есептейік, болмаса екіншісі есептеулер, үшіншісі кескіндеу тобы деп бөлсек қалай өздеріңе? Иә? Оқушылар, осындай 3 топқа бөлейік. Бірінші анықтамалар тобы, бұлар барлық анықтамаларды біледі. Екіншісі есептейтін топ, біз есептей аламыз. Барлығымыз түсінікті ғой? Барлығымыз есептей береміз, барлығымыз анықтаманы білуіміз керек. Үшінші топ кескіндеу деген яғни сурет салу. Енді біздің геометрия сабағымыздағы ең маңызды нәрсенің бірі ол кескіндеу. Иә? Топқа бөлінді. Енді оқушылар, былай істейік. Біздің тақырыбымызды ашып кішкене, сабағымызды бастады, басып өтті, енді ортасына келдік. Сфера және шардың айырмашылығы білдік. Бізде 2 фигура бар осында, иә? Сфера және шар. Практически бұл 2 фигура бір-бірімен бірдей. Бірақ көпшілік оқушылар кейде оны ажырата алмай жатады. Енді осы екеуінің айырмашылығына қарайық. Сфера, яғни бет деп жазылып тұр. Кеңістікте берілген 10 нүктесінен бірдей әр қашықтықтағы орналасқан нүктелердің жиыны. Яғни сырты ғана, оболочкасы дұрыс айтқан кезде. Сыртқы бейнесі. Ал енді шар деген не ол? Шар деген ол дене. Мысалы, кеңістіктегі сферамен шектелген бөлік дейді. Яғни оның ішкі бөлігі бар, полностью толық. Мысалы, келтіретін болсақ, мысалы үшін мынау доп. Доптың іші қуыс болады ғой. Мынау доп, ал мынау дене. Мысалы, боулинг шары, немесе бильярд шары деп айтсақ болады. Түсінікті? Оның яғни ішінде қандай да бір қуыс материал бар, қуыс емес деген сөз ғой, шар дегеніміз. Енді ары қарай шардың элементтеріне келетін болсақ, шардың центрі 10 нүктесі арқылы белгіленеді. Шардың кез келген сфера бетіне дейінгі ара қашықтықты біз R деп айтамыз. Және де Т деген бар. Бізде ол не еді? Диаметр радиус. 2 радиуске тең, дұрыс диаметр деп айтамыз. Енді симметрия дейді. Сфера центрі арқылы өтетін кез келген жазықтық симметрия жазықтық деп айтылады. Түсінікті? Яғни не арқылы өту керек дейді? Центр арқылы өту керек. Яғни біз мынаған мысалы үшін қималарды жүргізе аламыз әртүрлі. Яғни бір сөз айтқан кезде қия аламыз. Қиып тастаймыз. Мысалы, былай қиып жасақ болады, былай да қиып жасақ. Кез келген бағытта былай кесек бар. Енді сол кезде кескен кезде бізде кескін, яғни кесілген бөлік қима ол шеңбер болып шығады. Дөңгелек деп айтсақ болады. Сфера центрі арқылы өтетін кезінде ол диаметр деп айтып тұр. Яғни диаметр арқылы өтсе, ол бізде симметрия өтсе деп отырады. Енді қараңыз, мұнда жанама жазықтық деген бар екен. Яғни қандай да бір шарға немесе сфераға деп айтсақ болады. Жанама не істеуге жүргізуге болады. Түсінікті? Жанама жазықтық жүргізуге болады. Ол тек қана шармен немесе сферамен жанасу бір нүктесінде ғана болады. Тек қана бір нүктеде. Түсінікті? Ал егер жазықтық басқашалап орналасқан болса, ол әлде қиылыспайтын болады, немесе қиып өтетін болады. Яғни қиюшы деп айтады. Сол кезде енді ережесі сфера мен альфа жазықтығының жалғыз ғана ортақ нүктесі бар. Яғни мына ереже альфа жазықтық, мынау бізде сферамыз, жалғыз ортақ нүктесі бар. Ереже жанасу нүктесі жүргізілген радиус жанама жазықтыққа перпендикуляр дейді. Мысалы, жанама жазықтық бар еді ереже. Яғни ол центрінен жанама жазыққа дейінгі түскен нүктеміз, мана қиылысу нүктесінен дейін, ол жер міндетті түрде не болады екен? 90 градус. Түсінікті? Радиус 90 градус жасап түседі жазықтыққа. Енді келесі қималар, жазықтық деген түсіндік, жанама деген түсіндік. Ол тек қана бір нүктеде жана өтеді. Ал енді қималар қиып өтетін, яғни жазықтықтар бар екен да, сфераның шарында. Сол кезде қиып өткен кезде не пайда болады? Дөңгелек пайда болады ішінде. Түсінікті? Қиып өтіп кетті жазықтық. Мысалы, төртбұрыш жазықтығы сияқты болып көрініп тұр. Қазір даның бізде. Ол қиған кезде нені пайда болады екен? Дөңгелек пайда болып кеткен. Несі? Қимасы. Мына ненің шары. Енді мысалы үлкен дөңгелек деп айтып тұр мына жерде, үлкен дөңгелек болу үшін мына жазықтық оны қай жерден өтуге диаметрден. Диаметрден, центрі
Дұрыс айтады. Центр нүктесі, яғни центрі ортасында болу керек, яғни қиманың. Так, шардың жазықтық пен қиылысуынан дөңгелек шығады дейді. Дөңгелек екен түсінікті. Сфера центр арқылы қиып өтетін қима, яғни ол не болады екен? Ең үлкен дөңгелек болады екен. Келесі. Тағы мынандай алдағы уақытта өтетін боламыз. Бұлардың формуласымен де танысып өтеміз. Бірақ қазірдің өзінде танысып кеткеніміз дұрыс болар. Енді қарай шардың бөліктері дейді. Алдағы уақытта өтеміз. Бұны түсініп қойып, бұның формулаларын да тоғыстама алдағы уақытта қарастырамыз. Ауданы, көлемі деген сияқты. Енді сегмент деген бар бізде. Жаңа бізде айттық қой, бір жанама жазықты қиып өтеді дедік та. Сол кезде бізде мынандай сегмент, яғни үстіңгі бөлігі сегмент болып қалады. Түсінікті ғой? Енді сектор дегеніміз бар. Сектор деген қандай да бір бөлшегі, яғни осы шардың бір бөлігі деп алсақ солай болады. Түсінікті ғой? Мына жағы конус және беті де болады, мынандай сегмент сияқты. Біз оны сектор деп айтамыз. Түсінікті ғой? Енді мына жерде тағы да бүйтіп тұру керек. Беті ол сегменті бар. Сегмент пен конустың осыны түседі, ол секторға тең болады. Енді келесі, біздің бүгін өтетін формулаларымыздың бірі, ол бізде сфера бетінің ауданы. S тең болады 4πr квадрат формуласымен есептеледі екен. S дегеніміз ол бетінің ауданы, сфера бетінің ауданы және R сфераның радиусы. Енді осы жерде оқушылар екі нәрсені былай айтқанымыз дұрыс. Сфераның беті болады. Сондықтан сфера бетінің ауданы деп айтамыз. Ал енді сфераның көлемі деп айтпаймыз. Өйткені оның іші бос қуыс болғандықтан. Түсінікті? Сондықтан көлемді айту кезінде алдағы уақытта шардың көлемі деп айтқанымыз дұрыс болады. Түсінікті ғой? Сондықтан сфера бетінің ауданы шардың көлемі. Шардың көлемін алдағы уақытта кететін боламыз. Және де қазір біз мысалдар түсіну арқылы есептерді қазір бір-екі өзімізге формулаларды шығарып алатын боламыз. Бұл бізде ұжымдық жұмыс. Қараңыздар, ұжымдық жұмыста бірінші есеп қиманың ауданын табуымыз керек. Яғни радиусы V-ға тең болатын жерде қима жүргізіп қойған екен. Сол қиманың радиусын табуға тырысатынымыз боламыз. Қарайық. Радиус 10 см шар. Жалпы шардың радиусы 10 см-ге тең, мына жерде көрсетілгендей. Центрінен 5 см қашықтықта жүргізілген қиманың ауданын табыңыз дейді. Мынау центрі. Содан 5 см қашықтық десек, мынандай болады. Түсінікті ғой? Енді осы жерде біз 5 деп қоямыз да, оқушылар есте сақтаңдар. Қашықтық деген нәрсе ол әдетте тік болады. Түсінікті? Яғни мынау мына жерге тік болып түсіп тұр деген сөз. Түсінікті? Енді осы жерге инспектор арқылы қарайтын болса, шар қимасының шеңбер болатынын белгіле дейді. Мынау шеңбер болады қимасы. Қима шеңберінің радиусын табу үшін Пифагор теоремасы қолданылады деді. Қарайық, мына жерде қандай үшбұрыш тұр бізде? Тікбұрыш. Қандай? Атауы қандай? ВОС тікбұрышты үшбұрыш шықты. Сол жерде яғни бізге нені қолдансын деді? Пифагор теоремасын қолдансын деді. Так, қима шеңберінің радиусын есептейді дейді. Не істейді екен біз демек? Біздің радиусын істейміз. 13 квадратына азайтамыз. Сонда 141 болады, 12 болады. Дұрыс айтасыңдар. Сонда бізде қалай болады? 13-тің квадратынан азайтамыз 5 квадрат. 169-дан азайтамыз 25-ті. 144 аламыз. Ал соның несін тап дейді? Қиманың ауданы. Шеңбердің ауданының, немесе дөңгелектің ауданы болды. Дөңгелектің ауданының формуласы S тең болады, π квадрат қолданылады дейді. Π квадрат. Яғни біз бана нешеге тең болады мына радиусын? 12-ның квадратын нешеге тең болады? 144 π. Қиманың ауданы дұрыс есептейді. Енді осы жерде мынандай формула шығарып алсақ болады өзімізге. Үлкен Д деп алсақ, мысалы мынаны үлкен Д тең болады. Мынаны кіші R дейміз, то есть мынаны кіші R дейік. Мынаны кіші R жазып қояйын тақпай қазір осыны формуласын. Кіші R, сонда ол тең болады неге? Үлкен R квадрат, яғни шардікі азайтып тастаймыз нені? Қашықтықты Д деп болады екенбіз, Д-ның квадратын. Сол ненің астында? Бұл қайттан шықты? Пифагор теоремасынан шықты екен. Жақсы. Хорошо. Так, сонымен біздің бірінші есебіміз аяқталды. Келесі екінші есебімізге назар аударайық. Біріншісінің жауабын қарап жүрейік, дұрыс шығардық мінекей. Пифагор теоремасы бойынша кішіні тауып алды, азайттық, радиусымыз шықты, қиманың ауданын есептедік. Түсінікті ғой? Хорошо. Дальше екінші. Шар бетінің ауданын табу дейді. Шар бетінің ауданын тағы да еске түсіріңізші, қандай формула еді? 4πr квадрат. Дұрыс айтасыңдар.
Енді қараңдар, бізге ол үшін R қажет болады, шардың радиусы қажет болады. Ал бізде ол бар ма деген сұрақ болады. Енді қарайық, шар центрінен 6 сантиметр қашықтықты қандай әріппен береді? Д, дұрыс айтасың. Д. Қашықтықта жүргізілген қиманың ауданы бар екен бізде, яғни керісінше болды. Мана біз қиманың ауданын тауып отырмыз. Енді керісінше 64 пи екен, иә? Солаймыз ба? Енді шар бетінің ауданы табамыз. Мына жеріміз біздің 64 пи болса, 8 болады. сонда радиусымыз нешеге дейін болады? Кіші радиус 8. Қай формула арқылы? Пи r квадрат арқылы, мынаны пи r квадратқа теңестіргенде, пи r қысқарынып, r квадрат 64-ке тең болғанда, r 8-ге тең болады. Яғни радиус 8-ге тең. Менің қиманым, мына жерде 8-ге тең болады. Кіші r-іміз 8. Енді бұл жерден біз үлкендерді табуымыз керек болады ғой, енді үлкендерді табатын болса, кіші r-дің квадратын d-ның квадратына не істейміз? Қосамыз. Дұрыс. Сонда бұл r нешеге тең болады? 10-ға тең болады. Дұрыс. Енді шар бетінің ауданының формуласын қайтадан ескертсек, 4 пи r квадрат. r квадрат болса 100 болады, оны 4-ге бөлсек 400 пи болады. Дұрыс айтасыздар. Міне, дәл сол дискреттерге сәйкес жұмыс жасадық оқушылар. Қараңдар. Бірінші қиманың шеңбер болатынын түсіндік. Түсініп қояйық. Келесі қиманың ауданы арқылы оның радиусын таптық дейді. Жаңа пи квадрат деген формуланы алдық та, и сәйкесінше соны не істедік? R-ін тауып алдық радиусын. Қима радиусы центр арқылы қашықтықты байланыстыратын шардың радиусын табады. Қандай формула арқылы таптық? Шар радиусы пи формуласы. Дұрыс. Шар радиусын анықтағаннан кейін шар бетінің ауданын есептеп нәтижесін қарай жүрейік. Қалай болғанын. Яғни берілгені D жазып қойдық. Қиманың ауданы 64 сантиметрге тең. Қима радиусын таптық 8 сантиметрге. Сфера радиусын таптық. Үлкен әрді барып, ол 10-ға тең болып толық бет аудан есептедік. Түсінікті ғой, бүгін қазірше біз сонда жаңа қималарға қатысты формулалармен және де сфера бетінің ауданын табу арқылы есептерді түсіндік. Түсінікті ғой, Хорошо, қазір онда бірінші, екінші осы есептерді жазып алсақ жерге тездетіп. Оның бәрі бізде ұжымдық жұмыс, яғни біз бұны бірге шығарамыз. Жазылайықтар көргеніміз. Бұны тапсырма ретінде орындауды қажеттілігі жоқ. Бағалау параның топташылар естеріңізге сақтаңыздар. Қазір бізде басқа да есептер болады. Сол кезде барып бағаларын қоямыз. Егер көп қойған болсаңыздар, ауыстырып алуға болады. Тек үй тапсырмасына орындаған заттарын көп көрсетіңіздер болады. Қайтан жазамыз. Тек қана үй тапсырмасын дәрі ма? Тез тақтада жазып алайық. Екі тапсырма жазып қояйық. Топашының өзі жазады. Топашы кім сіздерде? Сіздерде? Жақсы, сіздерде? Жақсы. Жас болдық бәрі? Есеп түсінікті ғой, екінші есепке көшіре берсек болады ғой? Берген қалай, радиус қой, келесі есепке көшіп кетті ғой. Шар бетінің ауданын табу. Осында жазып алам ғой. Енді оқушылар қараңыздар, жұптық жұмыс қастарыңыздағы адамдармен бірігіп, және жаныңызда отырған адаммен жұп-жұп болып екекеден осы есепті бірге шығаруға тырысайық. Радиус 2-ге тең сфераға сырттай сызылған кубтың толық бетінің ауданын табыңыз. Естеріңізге түсіре кетейін, кубтың толық бетінің ауданының формуласы 6а квадрат. Түсінікті ме? Қайтан оңыз өткен сауаттардан белгілі. Радиусы 2 сантиметрге тең сфераға сырттай сызылған кубтың толық бетінің ауданын табыңыз. Дискриптор жазылып тұр. Бұл есепке 2 баллмен бағаланады оқушылар.
дискриптірді сфераға сырттай сызылған сфераның диаметрі куб қырынан тең болатынын түсінеді дейді. Сфера радиусы арқылы оның диаметрін дұрыс анықтайды. Кубтың қырының ұзындығын табады, кубтың толық бетінің ауданы дұрыс есептейді деп жазылған екен. Сфераға сырттай сызылған кубта сфераның диаметрі куб қырына тең болатынын түсінеді. Так болды па? Кім болды? Хорошо, жақсы екен. Шешіп қой. Мынау бізде төрттен 16 дұрыс. Қайсы екен? Екеуіңіз бірге орындадыңыздар, да? Хорошо. Ана жаққа сразу балды қойып жүрсеңіз болады. Сіздер кім болды екен? Неше шықты екен? 2 шықты ма? Мынада сәл қателік бар. Қарап көріңіз. Диаметр тапқан кезде ол 2 радиусқа тең болады. 2 радиусқа тең болады. Сөйлеуші қателік кеткен. Екеуіңіз түрлі. Қараңыздар, дискрипторда бәрі жазылып тұр. Қайсыға кім болды бізде? Бізде диаметр. Мынау нешеге тең? Дұрыс. Дұрыс. Жақсы, өте жақсы. Болдық па біз? Тақта бір адам есепті кім жазады? Бірінші топтан жазайық, келу. Бірінші болды, бірінші топтан жазайық. Неше? Қалай істедік бізде? Диаметр таптық па? Екерге тең болды ма? Ол 4 болды ғой. Ол не ол? Ол диаметр дегеніміз ол кубтың қыры. Оның шардың диаметрі. Сосын бар, формулашы жаңа 5 тең болады, 6 ат квадрат. Берілген радиус табу керек. Кубтың толық бет. Өте жақсы, магистр сотырамыз. Қараңыздар, бір түсіндіріп жіберейік. Мына жерде де бар шығады жолы. Тұра берсін, радиус 2 келсеңіз сфераға сырттай сызылған. Қараңыздар, дискрипторды оқу міндетті негізі. Алдағы уақытта дискриптор бермейтін боламын. Осыда қарап алыңыздар. Сфераға сырттай сызылған кубта сфераның диаметрі куб қырына тең дейді. Сфераның диаметрі кубтың қырына тең. Бізде сфераның несі керек, значит? Диаметрі 13-ге тең болады. 4-ке, 2 және 2. Яғни диаметр 2 радиусқа тең емес па? Ол 4-ке, значит, ол кубтың несіне тең? Қырына тең. Көшеде бірде сол жүр жазды, Д тең болады, оның асына деді. Ал енді А деген не ол, Д деген не ол, егер бізде ондай А дегенді табатын болсақ, біз 2 көбейтілген 2 ұтыламыз да, онда 4 см деп қырын 4 см-ге тең істейміз кубтың. Және толық бетінің формуласы 6А квадрат. Онда А-ның орнына 4-ті қоятын болсақ, 4-тің квадраты көбейтілген 96 см квадратта тең болады екен. Несі? Толық бет болады. Толық бет. Түсінікті ғой? Хорошо, молодцы, жақсы. Өте жарайсыңдар. Келесіздер. Енді қараңдар, оқушылар, осы есепке қатысты мен кішкене бір информация беріп кетейін. Бұл есепте жұптық жұмысқа беріп отырмын. Дәл жаныңызда адамдармен бірге жұмыс істейсіздер. Жанама квадрат деп айтылып тұр. Бұл есепте енді мына нәрсені ұғыну керек. Бұл есеп бізде енді да келеді есептердің бірі. Кәдімгі шынайы енді да келеді. Осыдан 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын келген есептердің бірі. Қарай, жанама квадрат деп айтылып тұр. Квадраттың барлық қырлары, қабырғалары
диаметр 50 сантиметр болатын сферамен жанасады дейді. Барлық несі? Қабырғалары ненің? Квадраттың қабырғалары жанасу керек. Түсінесіздер ме? Бұл демек жанама емес, дұрыс айтқан кезде қазір бізде не болып кетейін деп тұр, егер қабырғасымен жанасу керек болатын болса мынау. Сектор. Сегмент. Не болады мынау? Қазір квадрат не істеп кетеді? Жайлар. Қиманың орны түсінікті ғой, қима болады. Сонда бізге айтады, жанасады деп айтып қойған, негізі қиылысады. Квадраттың қабырғаларының қабырғасы 14-ке тең дейді. Квадраттың барлық қабырғасы мына 14, мына 14, мына 14, мына 14. Түсінікті ғой? Енді ары қарай сфера центрінен квадрат жазықтығына дейінгі қашықтықты табыңыз дейді. Сұрағы оңай, иә? Қазір мына жерге суретін тағы да дұрыстап көрсетіп жіберейін. Бізде негізінен суреті мынадай болып тұр оқушылар. Мына жерде көрінбей тұрады ашар, иә? Түсінікті ғой? Бізде міне мынаның ішінде, яғни бүйтіп қиылсайын деп тұр. Түсінікті ғой? Қимасы пайда болды. Қиып өтіп кетейін деп тұрды. Түсінікті ғой? Бірақ мына жерлерде ол жанап тұр мынаған тиіп тұр. Түсінікті ғой да басқаша ойлап қалмаңыз да сурет салған кезде мына жерге тиіп тұр. Значит, бізде мына жеріміз 14-ке тең мінекей. Түсінікті ғой, иә? Мына жеріміз 14-ке тең. Демек, енді ол шығарыңыздар есеп. Түсінікті ғой, өздеріңіз. Шығарыңыздар. Қарай. Сәл дұрыс келесіз. Сәл мағынаға айтқан нәрсеміз. Бұл жанама емес, жанама квадрат емес, негізі не болып тұр? Қазіргі моментте қабырғалармен жанаса болса, шар шында ол қиюшы квадрат болып кетті. Болды ба? Енді болып кетеді. Енді шығару керек бізге. Д-ні шығару керек. Мана Д-ға байланысты формуланы қаяқтан шығару болады? Сәл ойлаңыздар, иә? Сұрақ беріңіз, қай жерде жүрсіз? Ол не дейді деп айтып кетесіз? Болды ба? Дұрыс. Дұрыс. Екеуіңіз бірге жұмыс жасаңыз. Болды ба? Дұрыс па? Сіз қай? Дұрыс болды, сол формула. Нені қолдандық? Барлығымыз болдық қой, иә? Қарай. Ескертіп тағы бір оқып жіберейік. Сфера диаметрі арқылы радиус дұрыс анықтайды дейді. Сфера диаметрі арқылы радиус дұрыс анықтайды. Бізде диаметр неше? 50. Онда радиус неше болады? Квадраттың сферамен жанасу нүктесі геометр алып тұрғыдан түседі. Жаңа біз түсіндік, иә? Ол яғни не істеватқан, жанасатқан емес. Қиын оларға, иә? Квадрат центрінің оның қабырғасына дейінгі қашықтықты анықтайды дейді. Сфера центрін квадрат центрі және жанасу нүктесі арқылы байланысты талдау жасайды. Яғни ары қарай тік бұрышты, үш бұрышты пайда болатын анықтайды дейді. Тік бұрышты, үш бұрыш пайда болды бізде. Иә? Оның радиус 20 емеске көрініп тұр. Мына осы ипотекалық нешеге тең болды? 7-ге тең болды. Мына катет болып есептеледі және біз нені табуымыз керек болады? Арақашықтық. Д-ның формуласын айтып жіберейік, кәне? Д тең R квадратына айтқан кіші R квадрат. Ненің астында? Тубрасы. Дұрыс, қаршы. Енді түсінікті ол бәріне тақта ешкім шығарып жүрмей ақ қойып, мінекей берілген жауабы бар. Түсінікті ғой? Сонда егер қиюшы шеңберге қандай да бір сегмент жасап болса, центрден қиюшыға өтетін қашықтық ол қиюшыны жартыға бөледі ғой, сонда екі жартыға бөледі. Екі жартыға болғанда екі бөлікке бөледі. Екі бөлікке. Енді қараңдар, осы жерде негізі геометрияда сөзге өте мағына берген дұрыс, мән берген дұрыс. Себебі қабырғалары, квадраттың барлық қабырғалары деді, иә? Егер бұл бір нүктеде жүргізсе,
ол түсініктерді ол жанама. Түсінікті, бізге қабырғалары болмасын, квадраттың 4 қабырғасы бар, және 4 қабырғамен де сәйкесінше жанастыру керек. Сонда мысалы бізде түсін айтқан кезде былай, неге шарымыз тұр, сол шардың үстіне барып не істеген, просто квадратқа келіп орналастырған болып тұр ғой. Түсінікті ғой? Яғни оның бір бөлігі шығып тұрады ғой, үстіңгі бөлігі. Яғни сегмент сияқты, сегмент и сегменттің астыңғы бөлігі сияқты шығып тұрады. Түсіне алдыңдар ғой? Жақсы, хорошо. Келесі есепке барайық онда. Келесі есеп, жеке есеп. Яғни әркім өзі шығару керек. Бұл жерде түсінікті? Жеке жұмыс. Уақыт береміз бұған. Астанадағы Нұр Әлем Экспо сферасы ғимараттың радиусы шамамен R тең болады 40 метр деп алынды. Экспоны білеміз ғой? Функционал сауаттылыққа байланысты есебіміз. Біздің шынайы өмірмен байланыстырамыз. Геометриядағы есептерді барлық шынайы өмірден алды. Пимен қалдыру қажет болса, пимен қалдыра салғанымыз дұрыс. Қарайық. Былай істейік. 3 деп жоқтап алайық. Ыңғайлы болсын өзімізге есептеуге. Негізі пидің мәнін білеміз. 3 жүзден оның артынан көп сан бар екен. 3 деп алғанымыз дұрыс бар. Астанадағы Нұр Әлем Экспо сферасы ғимаратының радиусы шамамен 40 метрге тең деп алынды. Ғимаратты сыртын тазалау керек. Егер тазалау қызметі әр шаршы метрге 1 метр квадратқа деген сөз 10 мың теңге тұратын болса, ғимараттың толық тазалауға қанша қаржы қажет? Бұл есепке 3 балл береміз оқушылар. Бұл жерде біз радиусты білдік, және де пи санының орнына 3-ті қойып, сфера бетінің ауданын табуға қолданамыз есептер. Сфера бетінің ауданының формуласы 4πr квадрат. Хорошо. Қазір тақта ашамыз осы есепке. Бұл кім болды? Не болды? Так, 4πr квадрат формуласын пайдаландық. 3-ке көбейтті. 192 мың метр квадрат, оны бағытта 10 мыңға бөлінген кезде сізде осындай кәне тағы бар. Хорошо, бізде қанша шықты? 19 миллион 200 мың. Мынаның артында 1 0, 2 0, 3 4 5 6 қайтта? Нәйде бірінің кәне неше? Дұрыс, вот. Жоқ. 0-деріңізде сәл ошибка бар. 0-деріңізде дұрысталыңыз. Дұрыс, енді дұрыс болды. Так, қанеке. 0-дер то же самое. Қарайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, тағы 0 түрге береміз мұнда. Дұрыс болады. Түсіпті? Көбейтуден формуласын біле тұрады. Дұрыс. Қанеке. Дұрыс. Қанеке. Сәл 0-де ошибка. Қанеке. Тақта жазатын 2-ші топтан бар ма? Жазамыз әрке. 2-ші топтан қанеке. Өте жақсы. Бағалай қойыңыздар бір-бірден келді. Жақсы. Жақсы. Яғни радиусын 40 метр қылып алды. Яғни бұл жерде формуласын қоса жаза кетейік. Оқушылар, қандай дедік? Ненікі? 4πr квадрат, иә?
дұрыс. Яғни бізде төртіміз тұр, пиіміз 3 деп алды деп айттық жаңа. R дегеніміз радиусымыз 40-қа тең, 12 1600 болады метр квадрат. И сәйкесінше біз нені таптық? Бетінің ауданын таптық, е? И одан кейін біз не істейміз дедік оны? 10, яғни бір шаршы метрге 10 мың теңгеден алады екен. Сонда көрдіңіздер ғой, е? Осындай 192 миллион деген үлкен ақша шықты. Үлкен ақша шықты. Метр квадратына қанша алатынына байланысты. Кет, тағы да бізде жеке жұмыс. Айша гелий шарларын сатып алды. Әне оларды бояу керек. Әр шардың радиусы 0,5 метр. Бояу бағасы 1 метріне 200 теңге дейді. Айша 10 шарды сатып алды. Bir шардың бетінің ауданын табыңыз, және 10 шардың жалпы бетінің ауданын қанша теңге кететінін есептеңіз. Көрдіңіздер ғой? Ескертіліп жазылыпты. Bir шардың бетінің ауданын тауып алуымыз керек. Пиді нешеде алды? 3. Жақсы, пиді 3 деп аласыздар. Кейбір кездерде ол 3,14 деп есеп шартып берген. Түсінікті ғой? Болды ба? Оқшар небір өлшем бірліктерін жазуды ұмытып кетпейік, жақсы. Үшінші топтан бізге қалай болып жатыр? Мәтікейді оқықты. Берілгені, шешуі, формуласы деп жазғаныз. Әдемілік тұрады. Тағы да. Аған кетіп сөйлеймін ба? Иә. Бастап сетіп кетеді. Жақсы, рахмет. Қалай, құштар, біздің соңғы тапсырмамыз радиусы 0,5 метрге тең шарды алдық. Бір шарды есептейін деп жатыр қазір. Яғни 1 метр квадратқа 200 теңге жұмсаймыз деп айттық. Және ауданның, бетінің ауданын табуға тұрсамыз, бұл жерде S деген форма арқылы S ол 4πr квадрат. 4 радиус. Пиді 3 деп алдық, радиусымыз 0,125 квадраты. Ой, 0,5 квадрат, 0,125, оны 4 көйтсек 1, оны 3 көйттік, 3 метр квадраттан тұрады екен, яғни бір шардың бетінің ауданы. Бізде 10 шардығы демек 30 метр квадрат, ал әрбір метр квадрат үшін 200 теңге болса, біз не істедік? 6000 теңге. Не істедік? Айша жұмсайды екен. Түсінікті ғой? Жақсы, өте жақсы. Енді қорытындылап жіберсек, бізде былай сфера мен шардың анықтамаларын білдік. Сфера деген не екен, яғни ол бір нүктеден бастап қандай да бір арақашықтықта жиынтықта нүктелер екендігін, шардың не екенін білдік. Бетінің ауданының формуласын түсіндіріп алдық, шардың жазықтық пен қималардың кескіндеуді үйрендік. Түсінікті ғой? Және де формулалары бар еді. Ол формуланың қайдан шыққанын, қалай шыққанын түсініп алды. Қайдан шыққан екен?
Жоқ, бізде кішілердің немесе Пифагор теоремасын түсіріп қояйық, толық бетін ауданының формуласында үйреттік. Енді келуіңіздер, бізде бұлай тапсырма бар, толық бүйтіп көрсетіп жіберейік. Бір-бірден келсеңіздер, яғни бүгінгі сабаққа кері байланыс бере қойыңыздар. Үшеуін таңдаймыз. Яғни мен барлығын түсіндім. Бірнеше сұрағым бар болды. Сабақты түсінбедім. Шынайы жауап берейін. Не мушкиніңіз бар? Апар. Хорошо. Тезет оқушылар. Тезет қоямын. Хорошо. Жақсы, өте жақсы. Сылай жауап беріңіздер. Сұрағы бар адамдарға сұрағым бар деп жауап беріңіздер. Жақсы, өте жақсы жауап бергендер. Жақсы оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Үй жұмысын кітаптан 15-ші есептеріңізді ала аласыздар. Жақсы? Сау болыңыздар.